Ё-моё. Так, ояндым ба? Ема. Дала обед болып кеткен ба немене бәле? Так. Чё за? Дала кішкене жылы екен, бүгін кешеге қарағанда. Кеше аяз еді. Ё-моё, кішкене күн батып жатқан сияқты ма деп қоямын өзім. Так. Енді. В общем, бақтырыңа сәлем. Достар, бүгін біз дейтін үйге көмір алатын боламыз. Мен дейтін үйдегі бүкіл көмірдің бүкілін осы отқа жағып жіберген болатын кеше. Енді видеодан тыс әрине. Үйде көмір қалмапты, в общем, сол көмірді қасып келетін боламын. Достар, сол үшін мен дейтін құрал саймандарын алайын. Так, ё-моё. Көріп атқандарыңызда үйде ештеңе жоқ, ё-моё. Аң аулап келу керек, охотаға шығу керек дегенде, в общем. Так, давайте алып алайық киімдерімізді. Так, достар, осылай алып алайық. Өзіміздің құрал саймандарымызды ұмытып кетпейік. Так, балтаны не үшін алдым білмеймін, негіз. Балта керек болып қалатын шығар мүмкін. Мүмкін керек болады, мүмкін керек емес болады. В общем, бәрібір, в общем. Так, достар, мен дейтін негізі қазір көмір қазым кеп тұрған жоқ, достар. Сіздермен әңгімелесіп ауыз зерттемеймін ба, достар? Кішкене көмір кейінірек, кішкене чуть-чуть қасып қойсам жететін шығар деп ойлаймын енді, достар. Так, мынау керек емес. Керек болмай тұр, маған кажется, ондай важный емес. Үй жылы, главный, дала су емес, онша зачем көп жаға беріп керек емес. Кішкене ауылда адам тұрмай ма? Кішкене ауылда адамдардың біраз көшіп кеткен ба? Сондай деп ойлап тұрмын енді. Так, кайф болады, дала кайф болып тұр кішкене түнгі көшеге, кішкене күн батып жатқан закатты кішкене тамашалап әдемі болып тұру керек қой негіз. Есте қалатын сәт болып тұр ғой. Кайф сәттердің бірі болып тұр ғой, достар. Сол үшін мұндай сәттерді жіберіп алмау керек мен үшін. Так, енді достар, енді кішкене ауылды аралайын. Не қызық бар екен, в общем. Бірақ ауылда не қызық бар дейсің ауылда. Так, әйтеуір жедел ұйықтап жатыр. Үйінде продуктысы бар. Мен бірақ оның продуктысына тиіспеймін, ұят қой, достар. Так, бұл ауылға негізі ешкім шабуылдамайтын сияқты негізі. Бірақ біраз адам көшіп кетті. Не үшін көшіп кеткенін мен қайдан? Ештеңе жоқ үшін. Так. Шақты қызық емес маған. Так, үйге кішкене жылын алайын, кішкене жорықтан бар енді. Тем более дала соққы, достар. Жалпы мен дейтін кеше үйім жаман суық болатын. Тастайым деп киіп алыппын ғой. Жылытпасақ болар, киюге жармай алады да просто. Так, ё-моё, ұйықтайық деп бұны. Кішкене кассиордың жанында жылынуған кеп тұр, достар, негізі мен дейтін. Атып болмайды. Жылынып, рахаттан ұйықтамайым ба, достар, мен дейтін. Так, сіздермен кешегіден әңгімелескен қызық па, әлде қызық емес па, достар? Бұл қызық болса комментке жазып кетіңіздер, достар. Қызық емес болса, ол ең ластар, достар, онда.
Достар қызық емес болса онда ұйықтаймын мен достар онда. Так. 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 Ема. Так. Үй кішкене ысып тұр иә достар. Киімдерім жаман ысып қой ема. Так достар, бүгін біз дейтін көп жүріп алмай достар. Көмірімізді қазайық десіз достар. Көмірімізді қазып, үйге отын жағып кішкене әрекет жасамасақ үй жылмай жатыр. Жота кішкене кешегіден қарағанда суық болып тұр үй. Алан шекеттік достар. Дұрыс. Так. Жедел бағана мен шетелмен сөйлескенде достар. Осы жақта айтты ма деп қалдым енді. Так. Осы жақта айтқан секілді. Так, ема достар. Осы жақта айтты достар. Так. Так, көмірлерді жинайық. Бізге керек олар достар. Так. Чё за картина анау, достар? Достар, мен дейтін картина байқадым, достар. Шыны керек, мен картина байқап қалдым, достар. Негіз бұл мен көмір іздеп жүріп, мен дейтін аяқтар. Какой-то бір ескі картинаны тауып алдым. Бұл не болу керек екен, достар? Бірге тексеріп көретін боламыз, достар. Ал ендеше мен дейтін қазір көмірлерді алайын, достар. Кейін бірге көретін боламыз. Ё-моё, достар. Көмір алайын. Так. Неғып ағаш тұр? Түсінбедім соны. Давайте тасып көрейік. Ё-моё. Аяқта бір нәрсе секретный бір комната ма, бір какой-то соған кеп тұр достар енді. Бірге ашып көретін боламыз. Ішінде мүмкін бір қызық дүние бар шығар деген ойдамын достар. Ал енді шеттік достар. Бірге ашып көрейік. Ё-моё достар. Ема достар, жаман сасып қой. Жапшы есікті. Ема достар, іші жаман өлік сасып кеткен ғой. Ё-моё достар. Сыртынан қарағанда бұлай көрінбейді, бірақ ішіне есікті ашып кіргеннің өзінде жаман бір сасық иіс қап кеткен ғой достар. Ема достар. Не істейміз, кіреміз ба? Ладно достар, сіздер үшін енді кіріп көретін боламын. Енді нормально шығар деген ойдамын. Енді кішкене ё-моё, кішкене түшкірім кеп тұр. Шыққан сасып кеткен есікті қоя салайықшы. Ё-моё, бір қол алса жындыға ұқсап. Так, ё-моё, мына қан деген жаман ғой. Чё за ауыл достар мынау дейтін. Ема достар, біраз адамдар тұрмайтындай бар екен ғой достар ауылда. Ё-моё, қан төгіс болған ба. Ема достар. Так, сундукта бір кітап бар екен достар. Так, сіздермен достар осыны оқитын боламыз, достар. Сіздермен осыны оқитын боламыз енді. Оқымастан бұрын сіздерге бірінші айтып қойын деген ғой достар. Сіздермен оқуға маған қызық болып тұр. Давайте оқиық достар. Так, бұл жерге бекер келдің дейді. Одан басқа вообще андай жазбаған. Кішкене адам өлтіріп атқанда кішкене фантазия қосып былай жазып жіберсе болады. Давайте ол керек емес. Ё-моё.
мына есікте не бар екен, маған қызық болып тұр достар. Так, давайте ашайық. Ема достар, ема қарауға былай. Ема череп, чё за череп мынау достар? Скелет, ё-моё. Кәм скелет кәм қырық біткен он аяғы достар. Қандай қатыгез адам істеген, ё-моё. Ема мына аяқта да чё сондай череп, адам бас сүйегі деген сияқты темалар бар шығар. Так көрейік. Ема достар, мынау дейтін бүгінге ауыр ғой достар. Ема достар, мынау дейтін бүгінге ауыр достар. Былай көмір қазбай ақ қойдым, ё-моё, бекер келдім бе деп қалдым достар. Шыны керек, ё-моё. Так, ё-моё, череп бас сүйектерді асып-тапсы, ой, ема достар. Аяқтан құрып кете салуға дұрыс кетің, бля, анау неғып кетсе жаман болды достар. Негізше мына аяқта нәрсе болса ертең менен көреді, сосын мен не қыламын. Кішкене полиция шақыру керек деп ойлаймын енді достар. Мына ауылда енді кішкене адамдар тұрмайтындай да бар екен ғой. Так, не істейміз мына аяқты, ема достар? Бір жақты қылу керек достар, мына аяқты достар. Бір нәрсемен қоршап па, бір нәрсе қыла салу керек қой достар. Болмайды етпесем. Ё-моё. Ема достар, болмайды мынау. Бұлай жүріс болмайды достар. Так, ё-моё. Бір нәрсемен қазып әйтеуір бір нәрсесі қылу керек достар. Кішкене күн батып жатыр екен. Кішкене жалғасайық мына аяқты, ё-моё, болмайды. Осы треш қой достар, треш оқиға ғой. Дай, ё-моё, мына аяқты былай жауып тастай салайық. Білінбейтін шығар деген ойдамын мен достар. Ема достар, білінбейтін шығар деп ойладым енді. Ешқайсың басып келмеңіздер мына аяққа, ё-моё. Ауылдың адамдарына да кішкене ескерту керек, көмір қазам деп басқа бір бәлеге ұрынбай әйтеуір күні бойы ұйықтай алмай болмайды достар. Ема бүгін ауыр күн болды кішкене. Ема жаман ауыр болды достар. Азамен ауыр кетті достар, маған достар. Ема достар. Чё там, жедел, қалай жағдай? Қалайсың, чё там? Не істеп жатсың енді? Мен бағана көмір қаздым. Кейін ғой сол. Енді көмір қаздың ба, жиналдың ба? База жоқ, жинадым ғой, бірақ кішкене жест оқиға көріп қалдым да кішкене. Қандай оқиға? Ол ұзағым әңгіме, кейін айтып берем оны. Просто так қазір үйге барып демалу керек маған. Все, давай. Так, давайте мен дейтін үйге барып демалайын достар. Шаршап тұрмын кішкене, ана жер аурасы жаман ауыр сияқты, сол себеп кішкене мойын басым кішкене ауырып жатыр достар. Кішкене ұйықта болмаса киімді шешіп, негізі киімді бар ғой достар, киімді шешіп өлтіріп тастай салған дұрыс деп ойлаймын ба деп қоямын өзімше. Болмайтын сияқты мынау. Жаман жерге барсам ауыр көтеріп келесің ғой. Сол үшін мен дейтін киімді не алайын, тасталмайды екен ғой мынау. Так,
Чо там жедел не алып жүрсің? Жай жүргем осы. Не алып жүрсің мен осы не қып менің үйімде шығып келсің сен? Чо жақтырмайсың ма не? Ой, ё-моё. Давай. Киімдер не қыла салу керек негізі. Тастап жүрген дұрыс негізі киімдер достар. Олар негізі жаман киімдер, в общем. Так, ё-моё, көмір тастап жүргенім қайдам. Так, ема. Құрсын киім тастаймын достар, ё-моё, қазір кішкене салқын болып тұрмын, ё-моё. Так, кішкене ұйықтай тұрайын мен дейтін достар. Так. Ема достар. Ема жаман қорқынышты түс көрдім достар. Ема бір мен қара біреу атылып келіп жатыр ғой маған достар. Ема. Так жаман қорқынышты түс көрдім достар мен дейтін. Кішкене андай жестокий екен енді. Достар, кішкене кешегі жағдайдан кішкене травма қалдым, ё-моё. Так давайте мен дейтін сыртқа шығып кішкене шетелдермен әңгімелесу керек. Мына нәрсені бөліспесек енді өзің ішіне тыға берсең болмайды ғой. Сол үшін шетелдермен сөйлескен дұрыс сияқты деп ойлаймын ба деп қоямын. Чо там шетел? Қалайсың аят, чо там? Не істеп жатсың, не үшін келдің? Чо там кеше мен саған айттым ғой көмір қаздым деп ше? Иә. Сол көмір в общем қазып жатыр едім, бір картинканы көріп қалдым да в общем ше? Иә, айта бер. Картинканы көріп қалғанмын ғой в общем. Сөйтіп картинканы көріп қалғанмын. Сол қызығып интригаға ұқсап қалғанмын ғой мен. Интригасы да қойып соны қазып в общем алдындағы таяқ ағашты сындырып в общем есікті бұзып кіріп кеткен ғой. Сөйтсем басында қан байқадым, ана жерден сасық иіс шықты в общем. Сөйтіп сандықты аштым, кітапты алдым. Кітаптың ішінде бұл жерге бекер келдің деп жазып тұр екен. И содан не болды? И содан ол в общем мен шкафты аштым. Шкафтың ішінде ё-моё ана скелет череп жатыр. Сосын в общем адам бас сүйектері в общем сондай нәрселер таптым ғой в общем жедел. Аят ол негіз кім айтты оны саған? Ояқта көмір бар, сояқта қалсақсың деген. В общем бір жедел айтты, менің үйіме кіріп кетті, саған көмір керек па деп в общем айтты. Білмей айтқан ғой онда. Чо за ол кімнің жері негізі? Білмеймін, біреу кеп маньяк па біреу в общем не қылған ғой, көмірмен жауып кете салған ғой. Сондай ма? Сол не деп сұрап тұрмын ғой в общем сен. Білмеймін мен не екен негізі, мен өзімен өзім жүрген адам аят негізі мен ол туралы вообще білмеймін негізі. Осының кесірінде де шығар в общем ауылда адам аз. Бізде бір 7-8 ақ тұрғын бар біздің ауылда әрі кетсе. Давайте онда жетел. Давай аят онда. Так достар, мен дейтін жетелден оны сұрап біле алмадым достар. Достар, бұдан сұрап біле алмадым. Сол үшін енді басқа да мәліметтер іздейтін боламын. Полиция шақырам, мүмкін бір елек шақырам, шерифті шақырам, в общем сондай нәрселермен айналысатын бір адам шақырам мен достар. Амал жоқ енді. Ал ендеше видео ұнаса лайктарыңызды басып кетіңіздер және арнаға тіркеліп кетіңіздер. Және 60 жазылушыға рахмет. Ал енді соны 100-ге айналып кетсеңдер өте керемет болатын еді. Ал ендеше сау болыңыздар. Келесі кездескенше достар.